Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен кесе самса тағамының рецебімен бөлісемін. Өте оңай, кешкі асқа дайындауға жеңіл тағам. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий басып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Ең бірінші 200 грамдай ұн алып аламыз, және ертілген сары май. Мен енді видеоны түсіріп атқан кезде видеом түспей қалыпты, яғни видео қосылмай қалған екен. Сондықтан азғантай майды алып, осы жерде тек қана көрсетіп жатырмын. 200 грамдай детті майды алып, оған ертілген сары май, тұз қосасыздар және су қосып қамыр илейміз. Енді сол жерлерін түсіре алмай қалдым. Мінекей осындай қылып, еттің қамырындай қылып қамыр бастырамыз. Мінекей қандай күшті болды, өте жұмсақ, қолға жабыспайтын, майлы қосқасын арасына қолға жабыспайтын. Мінекей қараңыздар, қандай күшті қамыр болып шықты. Құрамы тек сол жаңа май, сары май, су, тұз қосасыздар, болды. Басқа артық ештеңені қосудың қажеті жоқ. Осыны алып, пакетке салып, енді аз уақыт тындырып қоямыз. Одан кейін сиыр етін аламыз, азғантай. Ол да жарайды. Өздеріңіз адамға қанша адам бар, соған қарай байланысты көресіздер. Мен осыдан 200 грамдай ма, 300 грамм ба ет алдым сиыр етінен. Таза еті болды. Менде май болмады, но бірақ майды да қосу керек міндетті түрде. Осы етті әдемілеп жіңішке қылып ұсақтап турап аламыз. Жаңадай тез пісу үшін ыңғайлы болу керек. Мантыға турағандай қолдан тураймыз ғой кейде. Сол сияқты ұсақтап жіңішке қыламыз. Содан кейін өте майда бөлшектерге бөліп отырып тураймыз. Мінекей осылай прям видеодағыдай турайсыздар. Мінекей. Бұған енді май қосу керек. Менде етім шамалы майсыздау болды. Сондықтан мен азғантай құйрық майды алып қостым. Яғни еттің майсыздау болды да, сол үшін құйрық майды қостым. Мінекей құйрық майды алып, бұны да өте ұсақтап, майдалап турап алдым. Видеода көрініп тұрғандағыдай ұсақтап алсаңыздар жақсы болады. Өйткені ішінде қатты түйір болып жүрсе де, балалар көбінесе ұнатпайды ондай майды, көп майды. Сол үшін мен ұсақтау қылып алдым. Майдың бәрін осылай құйрық майды турап алдым да қостым етке. Одан кейін бір бас жуан алдым. Оны да ұзынша қылып, жіңішкелеп барлығын турап аламыз. Яғни әдемілеп мантыға салатындай қылып турап аламыз, жіңішкелейміз. Одан кейін тағы да төрт бұрышлап ұсақтап тураймыз. Піскен кезде жаңағыдай арасында үлкен болып көрініп жүрмесін деп майдалау қылып алдым. Қатты майдалаудың да қажеті жоқ. Енді кәдімгі мантыға салғандай қылып майдалап турайсыздар. Бір бас жуаны турадым, жеткілікті болады деп ойлаймын. Бір бас жуа. Енді одан артық көп салмадым. Бір бас жуа ғана тек пайдаландым. Осы жуанның бәрін ұсақтап неғылып жуаны турап аламыз. Содан кейін картопты тураймыз. Мен 2 штук картоп, 2 түйір картоп қостым. Қатты неде емес, үлкенде емес, қатты өте ұсақта емес, орташа картопты алып турадым. Бұны да жаңағы басқа нелер сияқты қылып қосамыз, яғни ұзын қыламыз. Одан кейін ортастарына бөліп төрт бұрышты қылып тураймыз. Бізге жаңағыдай қамырымызға қазір салған кезде қатты майдалау болған дұрысты, ыңғайлы, әдемі болып салынған кезде. Осындай қылып барлығын төрт бұрышты қылып турап алдым картоптарымды. Одан кейін сәбізді қостым. Бір бас сәбіз алдым. Бір бас сәбіз жарайды деп ойлаймын, өйткені көп сәбізді де балалар жемейді. Сол үшін енді оны өздеріңіз қарайсыздар. Сәбізді ұнататын болсаңыздар, сәбізді де турай берсеңіздер болады, көптеу қылып. Мінекей бір бас, бұны да тура жаңағы картоп сияқты, жуа сияқты ұзын қылып турадым да, одан кейін ортасынан бөліп шағын төрт бұрышты қылып турадым. Мінекей видеода көрініп тұр. Осындай қылып бәрін турап аласыздар қосып. Осыны енді жаңағы жуамызға араластырамыз, етпен. Мінекей қамырымыз, тындырып қойған қамырымыз, мінекей тынып тұрды.
осыны бірнеше бөлікке бөліп алсаңыздар болады. Мен үлкендеу қылып жасайын деп ойладым. Самсаны, кесе самсаны үлкен қылып жасайын дедім. Шағын қылып кішкентай кесеге жасауға да болады. Оны өздеріңіз білесіздер, қалай жасасаңыздар да. Мен енді үлкен кесеге жасағым келді де, сонымен үлкендеу болдым. Және шағын кесеге де шағындап алдым. Бір-екеуін шағын кесеге жасадым. Қалғанын бәрін үлкен кесеге салдым. Сонымен үлкен кесе самса қылып шығардым.